Түн ортасында ұйықтап жатқан кезде балтыр бұлшық еті, бәшбайлары тартылып қалмаған адам кемде-кем шығар. Бүгінгі видео осы аяқ бұлшық еттерінің тартылуы жайлы болмақ. Аяқ бұлшық еттерінің тартылуы немесе судороги ол жалпы бұлшық еттердің еріктен тыс жиырылуы, яғни өздігінен біздің еркімізден тыс жиырылуы. Оны медицинада крампи деп атайды. Әдетте түнде пайда болады, бірнеше секундтан бірнеше минутқа созылады. Бұл аяқ тартылуының екі түрлі себебін қарастырамыз. Бірінші себебі идиопатиялық деп аталады, яғни белгісіз. Өзінен өзі пайда болады, себебі жоқ, органдар есебінен ешқандай патология анықталмайды. Яғни сіздің деніңіз сау, ешқандай еш жеріңіз ауырмайды, бірақ аяғы тартылады. Ондай болады. Себебі белгісіз, бірақ бұл сирек. Екіншілік жағдай ол белгілі бір жағдайлар мен аурулар есебінен пайда болады. Мысалы, мына аурулар кезінде кездесуі мүмкін. Аяқ веналарының варикозы, аяқтағы атеросклероз, остеохондроз, радикулит, қант диабеті, қалқанша безінің аурулары, майтабандылық, витаминдер мен минералдар, оның ішінде магний, кальций, калий жетіспесе тартылады. Дені сау адамдарда аяқ тартылуының ең жиі себебі ол аяқ веналарындағы венозды тоқырау, венозный застой. Венозды тоқырау есебінен тіндердің ісіні орын алады, яғни вена қан тамырларында дұрыс қан жүрмейді. Бір орында тұрып қалады, немесе жай жүреді. Соның әсерінен айналасында тіндерге таралып кетеді. Сол тіндердің ісінуі орын алады, жергілікті зат алмасу процесі бұзылады. Бұлшық ет жасушасындағы магний, калий, кальций алмасу механизмдерде зардап шегеді. Соның нәтижесінде бұлшық ет спонтанды жиырылып, яғни спонтанды дегеніміз аяқ астынан жиырылып, қатты ауыратын тоникалық тартылу пайда болады. Осындай венозды тоқырауға алып келетін себептер мыналар. Бірінші, күні бойы аяқтарға шектен тыс қысым түсіру, тұрып жүру, жүгіру, көп жүру. Екінші, ұзақ уақыт аяқтарды бір-біріне айқастырып отыру, яғни бірінің үстіне бірін қойып, қолайсыз қалыпта болу. Үшінші, күні бойы аз су ішу. Төртінші, биік өкшелі аяқ киім. Сол үшін кешкі уақытта екі аяқты дене қалпынан жоғары көтеріп қойып, 1 сағаттай жату арқылы осы венозды қан айналымды қалпына келтіре аламыз. Бұл аяқ тартылуынан жүкті әйелдердің 30% зардап шегеді. Жүктіліктің екінші жартысында пайда болады, себебі белгісіз. Жиі жүктілік кезінде аяқтың варикозды ауруы асқынатындықтан аяқ тартылу себебі осыда болуы мүмкін деген болжам бар. Енді аяқ тартылғанда қандай көмек көрсете аламыз? Соған тоқталайық. Егер аяқтың тартылуы көп емес, арасында бір рет, сирек болған жағдайда және қосымша басқа шағымдар болмаса, онда дәрігерге қаралудың қажеті жоқ. Кейде тартылулар бір уақыт мазалайды да, артынан өзінен өзі жоғалып кетеді. Егер аяқ бұлшық етінің тартылулары жиі мазалап кетсе, басқа да шағымдар болса, аяқ жағынан мысалы патологиялар болса, варикозыңыз болса, онда терапевт дәрігерге қараласыз. Ол өз кезегінде қан тамырлары хирургіне жібереді, невропатологке жібереді, немесе флебологқа жібереді. Жүкті әйелдерге жиі магний, кальций, D3 витаминдері тағайындалады. Бірақ осы препараттардың тартылуларды емдейтіндігі әлде дұрыс зерттелмеген, дәлелденбеген. Жалпы идиопатиялық тартылуларды емдейтін арнайы препарат жоқ. Ол идиопатиялық деп айтып отырғанымыз белгісіз себептен тартылған кезде, аяқ бұлшық еттері жиырылған кезде оны емдейтін препарат жоқ. Ал қандай да бір аурулардың себебінен болатын тартылулар болса, сол ауруды емдеу арқылы аяқ тартылуының себебін жоямыз. Ал енді аяқ жиі балтыр бұлшық еттері тартылып қалғанда мына іс-әрекеттерді жасау қажет. Бірінші, жиі балтыр бұлшық еті тартылатындықтан аяқтың басын, башпайларды, табанды өзімізге қарай тартамыз. Құрысып қалған бұлшық етті сипап,
қатты массаж жасаймыз. Кейде бұлшықетті шымшыған жақсы көмектеседі. Одан кейін бұлшықет әлде құрысып тұрса, ыстық су басамыз немесе ыстық душ қабылдаймыз. Құрысу тоқтағаннан кейін ауырсыну сезімі қалса, суық басу арқылы немесе ауырсынуға қарсы маз жағуға болады. Ал келесі күні тағы да осындай балтыр бұлшықеттерінің, аяқ бұлшықеттерінің тартылуларын болдырмас үшін бұлшықеттерге жатар алдында массаж жасаймыз, жаттығулар жасаймыз. 1 сағат бойы аяқты жоғары көтеріп жату керек. Бұл кезде жаңағы айтып өткендей венозды қан айналымды жақсартады. Күні бойы көп сұйықтық ішкен жақсы көмегін тигізеді. Яғни көп сұйықтық ішкен бұл тек бұлшықеттердің тартылуына ғана емес, жалпы ағзамызға жақсы әсерін береді.